Қайырлы күн достар. Қалайсыздар, жақсыздар ма? 10 сұраққа жеттік. ұбт тест талдау географиядан. Жалпы ерекше түспен боялған облысқа, ерекше түспен боялған облыс кіретін экономикалық аудан дейді, сұрақ. Яғни осы жасыл түспен боялған облыс сұрап тұр. Енді сұрақ өте оңай. Картаны енді бүкілдеріңіз білетін боларсыздар. Сұрақтың тікелей жауабын беріп кете берейін. Батыс Қазақстан. Қазақстан батыс болғаннан кейін батыс Қазақстан экономикалық ауданына кіреді. Жалпы енді бұл жерде сұрақ мынандай болып тұр. Облыс және экономикалық аудан деген екі түрлі термин бар, Енді соны түсіндіріп берейін, ол не екендігі туралы. Жалпы Қазақстанда 5 экономикалық аудан бар. Батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік, орталық. Осы 5 экономикалық ауданда енді қазіргі соңғы енді өзгерістерге байланысты облыстардың саны 17-ге дейін көтерілді деген секілді дүние бар ғой, 3 облыс қосылды. Енді бұған дейін 14 облыс болды, яғни 5 экономикалық ауданда 14 облыс бар деген секілді, Енді қараңыздар, экономикалық аудан деген не үшін керек? Яғни былай айтсаңыздар, экономикалық аудан дегенде екі әріппен және а деп түсінесіздер алыңыздар, өздеріңізге түсінікті болсын, экономикалық аудан деп. Бұл яғни бір іске маманданғаннан кейін барып бөлінеді. Яғни қараңыздар, қарапайым мысал ретінде түсіндіріп көрейік. Міне, мынау Қазақстанның облыстары. Енді бұлай экономикалық аудан ретінде қарайтын болсақ, батыс толыққанды неге? Мұнайға маманданған, маманданған деген сол іске берілген, сол істі солар өздері өндіреді, өздері өңдейді, өздері сатылымға шығарады деген секілді дүниелер ғой, дұрыс айтқан кезде. Яғни экономикалық аудан сол үшін, яғни бір іске басымдылық бергеннен кейін осы экономикалық аудан деп бөліп қарастырылған. Жалпы енді экономикалық аудан, экономика дейсіз қайдан шықты, соны түсіндіріп берейінші. Жалпы география екіге бөлінеді. Физикалық және экономикалық деп. Физикалық ол нені зерттейді? Тау, көл, өзен, пайдалы қазба, тағы не бар? Бүкіл, яғни физикалық тұрғыдан, мұхит, материк деген секілді. Ал экономикалық аудан, адамның шаруашылығын зерттейді. Мысалы, мына көлік өндірісі, орман шаруашылығы, мұнай өндіру, экономика және әлеуметтік деп қасына әлеуметтікті қосады. Енді әлеумет деген ол халық бар, халықтың діні, тілі, туысы, жынысы, білмеймін, тағы не, халық санының өсуі, немесе кемуі туралы әлеуметтік, яғни ол ұстанатын сенімдердің секілді ол әлеуметтік түрге жатса, экономикасы оның шаруашылығы. Немен айналысады? Мысалы, қандай шаруашылықтың түрлері бар? Ауыр өнеркәсібі, жеңіл ме, немесе тағы қандай қызмет көрсету саласында ма деген секілді, кеттік. Енді логика түсінікті, экономикалық дегеніміз. Жалпы енді одан бөлек Қазақстанда кім 5 экономикалық ауданға бөлді дейтін болсақ, ол бізде кім? Баранский, Міне, қараңыздар, қазір көрсетіп берейін. Николай Николаевич Баранский, яғни кеңес өкіметінің ең мықты географтардың бірі, экономикалық географияның негізін салушы ғалым. Жалпы Баранский ол бізге осы Қазақстанды 5 экономикалық ауданға бөліп берген болатын. Жалпы енді сұрақтың жауабы түсінікті болған болар. Жалпы енді экономикалық аудан туралы жалпы білім. Енді облыс деген соның ішіндегі бөліктері түсінікті, Міне 14 облыс бар, айтпақшы, бұрынғы енді 2020 жылға дейінгі 14 облысымыз. Батыс Қазақстанда Ақтөбе, Орал, Атырау, Маңғыстау облыстары. Одан кейін Ақтау облысы емес, Ақтау қала, осы облыстың орталығы. Одан кейін жалғыз орталық экономикалық ауданымызда Қарағанды облысы, шығысымызда Шығыс Қазақстан облысы, солтүстік Қазақстан, яғни СКО, Павлодар облысы, Ақмола облысы, Қостанай облысы, оңтүстігімізде Қызылорда облысы, оңтүстік Қазақстан облысы, одан кейін Жамбыл облысы, одан кейін Алматы облысы. Жалпы осы сұрағымыздың жауабы В болады екен, Егер түсініксіз болса, немесе өзге де басқа сұрақтарыңыз болса, төменде описаниеда жазылып тұрған номерлерге шықсаңыздар болады, инстаграмға жазыңыздар, білмеймін, осы комменттер жазсаңыздар да ответ қайтаратын боламын. Сабақ ұнаса тіркеліп қойыңыздар, себебі алдында статистиканы қарап едім, 100% адам қарады делікші осы жалпы осы каналды. Соның шамамен бір 15-10% ғана тіркелген екен. Қалған көпшілігі тек қарап былай жүрген адамдар. Еңбекті бағалайық барынша. Айтпақшы, сосын онлайн сабақ туралы айтып кетейін. Алла қаласа қыркүйек айында онлайн курс бастауға ниеттіміз. Жалпы
немесе адам саны жеткілікті болса тамыз айының ортасынан кейін де бастап кетуге болады. Сол туралы сіздерге хабардар етейін деген